марафон в прошлом году. Қандай результат бар, соны айтып берсеңіз. Бір марафон алып, күшті құралай. Бір марафон өтіп, адамдар негізгі өздерінің нәтижелерін марафоннан кейін болған нәтижені марафонға байланыстырмайды. Бірақ көп адам бір рет қана өтіп, өзінің кредиттарын жауып жатқан, полностью кредиттері өзінен өзі жабыла бастайды, финансовый поток открывается, қорқыныш кетеді. Жанар, армысыз? Армысыз. Қалыңыз қалай? Өте жақсы. Мен білмедім мынау не болып жатқанын, прямой эфир болып жатқанын. Сіз былтыр бір марафон өттіңіз, қандай нәтиже алдыңыз, соны айтып бересіз ба? Өміріңізде қандай өзгерістер болды? Бір марафон өттім, оның өзіне де шалапылай әйтеуір ананы істе мынаны істе дегенді өзімше істеп. Сосын оның алдында да тағы да бір ем алып едім ғой, Алматыда жүрген кезде. Иә. Содан кейін білмеймін, енді соның әсері ма, ненің әсері екенін білмеймін, бірақ менің табысым 2 есе 3 есе артты. Әлі төмендеген жоқ, Құдай сақтасын. На результат сразу. Да, табыс жағынан өте жақсы. Соны айттым ғой, енді ол ненің әсері екенін білмеймін, бірақ табысым артты, өте жақсы. Соның арқасында қазір 3 кредитімнен құтылып тастадым жаңа жылдың алдында. Қызымның барып 2 ай демалып келдім Алматыға. Сол енді кішкене емін-еркін жүретін болдым, бұрынғыдай емес. Бұрын мен артық ақша жұмсауға қорқатын едім. Тіпті мен бұрын шаш қиюға да бармайтын едім де, шашымды өзім қия салатынмын бүйтіп қайшымен. Өйткені ақша жоқ. Қарыз, жан-жағынан қарыз болдым ғой, мен страшно қарыз болдым. Артық ақша жоқ. Қолыма қанша түседі, мен неше жыл бұрын, 7 жыл бұрын ба, менде қарыз 500 мың болды айына. Представь? 7 жыл бұрын ол қандай ақша болған. 500 мың. Сонда мен ақша, даже шашымды қайшымен өзім қиямын ғой. Қисық қиямын. Сосын бүйтіп жинай саламын, мен кім көреді деп. Үйден шықпаймын ғой, мен үйден жұмыс жасаймын ғой. Сондай кезең болған. Қазір әйтеуір емін-еркін жүретін болдым ғой. Еркін, кең жүретін болдым. Әмин солай болсын. Рахмет. Осы стримдағы чисткаға да қатысып отырсаңыздар, сіздердің жолдарыңыз ашылады. Кейбір кісілер бір разовый чистка алып, жолдар ашып, энергиялары көбейе бастағанын, осындай отзывтар көп. Прям бір чистканы алып, үйіне ремонт жасап кететін кісілер бар. Потолок пен терезені жуып, энергияның қайда кетерін кетіре алмайды. Сондай уборка, генеральный уборка жасап кететін кісілер бар. Никогда не пренебрегайте чистками. Марафонға кірсеңіздер, вообще жолдарыңыз ашылады. Енді сіз апа болып жатсыз, Жанар. Бау берік болсын немереңіздің, жиеніңіздің. Рахмет, Асем, сізге көп рахмет. Тағы да бір қатысам ба деп ойлап едім, сосын. Қазіргі марафон, былтырғы марафоннан очень отличается. Прям энергия деген ұрып тұр ғой. Сразу, результаттар сразу болады. Жақсы, рахмет. Қорқыныш кетті ма? Страхи у вас были? Жындарыңыз не? Мен деген вообще ештеңеден қорқпаймын қазір. Қазір мен жұмысқа шақырып жатыр. Мен жұмысқа тіпті барғым келмей отыр. Жақсы жұмыс, табысы жақсы. Өзімді кәдімгі үгіттеп жатыр, бар жұмысқа барды. Қызым да үгіттеп жатыр, мама жұмысқа бар, коллективте жүресің ғой, киінесің, адамдармен араласасың деп. Сондай дәрежеге жеттім. Не десе соны? Адамдардан қашатын. Содан жұмысқа шығайын деп жатырмын. Соны айтқым келгені, сонда ешқандай қорқыныш жоқ, жұмыссыз қалуда. Енді бұрында ондай қатты қорқыныш болмайды негізі. Менде бірақ не болды, сондай бір үрей болды, мына ақшам жетпей қала ма, кредиттерді төлеуге, денсаулығым жетпей қала ма, осына кредиттің біткенше өтеп шықсам екен, аман есен болсам екен деген. Қазір вообще ондай кірне жоқ, қорқыныш жоқ. Ақша өзінен өзі келіп жатыр. Енді бұрында осылармен жұмыс істедім ғой, бірақ ненің әсері екенін білмеймін, қазір өзінен өзі ақша өзі көбейді. Енді ақша көбейгеннен кейін әрине өзің еркін жүріп тұрғаннан басқа емханаға баратын болдым, анализ тапсыратын болдым, дәрі алып ішетін болдым, бат алып ішетін болдым. Ой, не істемейтін болдым, массаж жасайтын болдым, косметологияға баратын болдым. Это самооценка выросла. Вот, да. Сондықтан өткені менде бұрын мен артық ақша ұстап қойсам, келесі айға ақшам жете ма жетпей ма деп қысып ұстап отырдым ғой. Қазір мен қорықпаймын, мен ұстай беремін ақшаны, өзінен өзі. Кеше ғана мен көп ақша ұстап қойдым да, қалтамда 200 теңге қалған болатын. Сосын түнде сіңілім маған қарыз болған, сол 10 мың жіберді. Сосын тағы да өткенде бір аударма жасасам, ол маған 6 мың теңге тәртіп болсам, уже менде 16 мың ақша шықса, өзі ақша ресмін өзі толтырып отырады. Вот. Самое главное, для себя, любимая, бірінші өзіңіздің желанияларыңызды, если будете удовлетворять, салонға барып, массаж алғанда, сіздің денеңіз енді кайфовать етеді ғой, сол кайфқа, сол эмоцияға ақша келе береді. Понимаете? Өзіңіздің жақсы көретін жеміс жидегіңізді алсаңыз, качественный тамақ алсаңыз, соны, мысалы үшін, қолдың сүтін, қолдың қаймағын алып жесеңіздер, энергия көбейе бастайды. Понимаете, да? Качественно питаться, это не ПП питание, а вот именно качественные продукты біздің өзіміздің мемлекетімізде өндірілетін тамақтарды, жеміс жидектерді алып жесеңіздер, мысалы үшін Европада, мен Турцияда тұрдым,
енді Турцияның тамақтары натуральный, басқа елдерде мысалы үшін Европаның нан емес, мысалы үшін Дубайдың наны воздушный, да, неме жеп отырғаныңды өзің білмейсің. Европаның жеміс жидектері бәрі ГМО. Енді біздің өзіміздің тамағымыз, мысалы үшін Дубайда да барып тұрып келдім, енді ұлыма барып былтыр тұрғанда, все равно отличается, хоть где вы бы не жили, да, отаның сені тосып тұрады, отаның ыстық болады екен. Ошол біз зияратқа барғанда арғындардың отаны именно сол біз барған жер Дегелен тауының жағаласы жанындағы сол арғындардың отаны екен. Біз отанымызға барып келдік. Энергия деген мощный 23-24 августта барамыз. Тағы да зияратқа Қоңырәулиеге соғып нетеміз, суға түсеміз. Гаухарды көріп жүрсің ғой енді. Гаухар энергиясы прям көзі ашылып жатыр, уже страха нет у нее. Заметила, да? Тылсым дүниені көріп жатыр ол кісіде. Ол кісі көргіш. Да. Ол кісі көргіш. Түсінің бәрі точно келеді. Иә. Енді оның бір тағы да бір подружкасы бар, ясновидящая. Для этого біреу ясновидящая, біреу сновидящая деймін. Көргіш. Түстері бәрі дәл келеді. Иә. Өзіңіз жасырып, мысалы үшін мен білімім көп болды. Мен көп оқығанмын. Неше школа өттім, целительство, неше академия, бәрі онлайн ғой, енді қазір Құдайға шүкір. Онлайн өттім, сон мені қыса бастады. Сенің білетінің көп, неге сен халыққа оны үйретпейсің деп, осы 3 жыл бұрын мені тиктокқа шығарған, осы қысып аруақтар шығарды. Ең бірінші осы чисткаларды мен стримда өткізетінмін ол кезде. Қалай емдеу керек, соның бәрін айтып отыратынмын. Енді содан кейін уже халқым любит, енді қазаққа татарым лишь бы дарым дейді ғой, бірақ любой адам өзіне энергияны ақысыз алғысы келеді. Мен энергиям кетіп қалады, бесплатно чистить еткенде, енді я же через себя пропускаю. И я начала как бы көп энергия шыққаннан кейін уже платный марафон істедім. Сол марафон уже 3 жыл болды. Адамдар өтеді, 3000 адамдай өтті марафонды. 3000 адамның, наверное, 1%, которые были недовольны. Менде ештеңке нәтиже болмады деп ойлайтындар 1%. Енді былай санап қарасақ, бір 5-6 адам недовольный болды. Ақшамды қайтар, мен түкте сезіп жатқан жоқпын. Енді сіздің үшінші көзіңіз ашық болмаса, ол сразу сезіп кетті, сізге көрінбейді әруақтар. Ол сыртынан бәрібір емдей береді, тазалай береді. А кісілер оны не понимают. Если вы зашли на марафон, с первого дня уже идет чистка. Кейбіреулер ақшасын төлеп қояды да, мен среда күні бастаймын, мен понедельник күні бастаймын дейді. Басталмай жатып, уже чистка болады. Ақшаңызды төледіңіз ба, сол кезден бастап чистка басталады. Ол қарамайды аруақтар, сен именно отырып сеансты алған кезде ғана сізге тазарту жүрмейді, сол моменттен бастап, ақшаны жібергеннен бастап сразу чистка жүреді. Ақша қайтарылмайды, сразу айтам, потому что, как я говорю, что идет чистка сразу, лечение сразу кетеді. Кішкентай кезінен ауырып жүрген, бүгілмей жүрген сустақтары жазылып кетеді 2-3 күннен кейін. Такие серьезные заболевания осы марафонда кетіп жатқандар көп. Понимаете, да? Опухоль мозга деген еді. Опухоль мозга, ол операцияға дайындалып жүрген адам марафонды өтіп, сол несі ісігі, миындағы ісігі кетіп